Бәріне сәлем достар, бүгін біз Бриджертондардың стиліндегі макияжды жасаймыз. Ол үшін алдымен бетімізге ылғалдандырып, уход жасаудан бастаймын. Сыворотка, сосын крем. Oriflame Optimal сериясынан, как всегда, өзімнің сүйікті сериямнан қолданамын. Себебі бетті өте жақсы ылғалдандыру керек. Ары қарай SPF 50-ді міндетті түрде жағамын, себебі қазір жаз және бетті күн сәулесінен қорғау керек. Келесі қолданатын ол консилер Giordani Master Creation маған ұнап жүр соңғы кездері, себебі ол менің бетімнің түсіне өте жақсы келеді және қарап отырсаңдар өте аз жағамын. Келесі Dior Backstage, кішкене біраз ғана мөлшерде алып, міне бар жоғы осы ғана мөлшерде тамызамын, себебі Бриджертондардың кезінде осы жерде өте жұмсақ, өте табиғи, сондай тональный креммен қатты бетімді ауырлатпайтын макияж болады. Сонысымен, яғни маған тоже ұнады, әрбір қыздың өзінің әдемілік, табиғи сұлулығын жасаған. Келесі контуринг. Контурингті мен өзімнің фейстайлеріммен жасаймын. Бұл жерде мен өзімнің бет пішінімді өте қатты өзгерткім келмейді бүгінгі макияжда. Жай ғана осы табиғи өзімнің әдемілігімді, сұлулығымды косметиканың арқасында әдемілетіп, яғни Бриджертондар сериалында менің персонажым болса қандай болушы едім деген макияж болады. Және қараңдар, бұл жерде бір қызығы, бұны тушевать еткен кезде үстіне қарай тартып тушевать етесіңдер, себебі сонда бұл жерде лифтинг эффект пайда болады, яғни беттерің үстіне тартылады. Ары қарай бұның бәрін пудра, Relois соңғы кездері ұнап жүр, күшті нақтылайды екен, және түсі жоқ, кез келген бетке келе береді. Сонымен нақтылаймын бетімді. Ары қарай туш для бровей дейді. Бұны жаққан кезде мен қасымның өсу направлениясын өзгертпеймін, жай ғана қалай өсіп тұр солай тарап шығамын. Себебі тағы да бір рет қайталап өтемін, бұл бізде табиғи макияж. Яғни сол кездерде Бриджертондардың кезеңдерінде қатты өзгерту болған жоқ, тек қана өзінің табиғи сұлулығыңды жасайсың. Бүгін соған орай мен натуральный түстерді қолданамын, яғни табиғи қоңыр түстерді қолданамын. Көзіміз бүгін қатты жарық болмайды. Жай ғана менің ойымша жеңіл стрелка, жеңіл осындай тени. Просто көзімнің ішкі бұрышын қаттырақ қараңғылатамын. Менің соңғы кездер сондай метод ұнап жүр. Сосын қабағымды жарық түспен жауып, үстінен осындай әппақ шиммерді жағамын. Себебі оказывается сондай менің нависший векамда осындай шиммерный тени күшті көрінеді екен. Сондықтан осылай жағып шығамыз. Ары қарай бүгінгі біздің подводка қатты яркий болмайды, сондай жеңіл, табиғи. Ол үшін мен Maybelline Tattoo Brow, яғни помада для бровейді қолданамын. Және түк етпейді, уайымдамаңдар қыздар, кез келген продукты біз аналог ретінде ең бастысы түсі мен текстурасы келіп тұрса болды. Кез келген бізге керекті жағдайда қолдана аламыз. Ары қарай гелевый карандаш, тоже Relois брендінен өте ұнап жүр. Міне көрдіңдер ма, көздің сразу ішкі қабағын бұраса әдем болып тұрады. Келесі Vivienne Savo'дан бұл не жөшеді? Подводка. Подводканы мен түгелімен емес, тек қана жаңағы помаданың асты жағынан кішкене сондай жарықтандыру беру үшін қолданамын. Ары қарай менің румяналарым. Осы айтпақшы Бриджертондардың сериалдарын көрген арқасында мен румянаны осылай жағуды ұнатып қалдым. Шынында да өте әдемі, бетті освежать етіп тұрады екен, әдемі қылып, жас қылып. Сондықтан сондай методты техниканы қолдана бастадым. Және хайлайтер біраз ғана, бәрі табиғи болу керек. Сосын келесі туш. Бұл туштың маған ұнап жүргені бұл waterproof, яғни кетпейді, сумен жай шомып кетпейді. Жаз мезгіліне өте күшті. Келесі мына карандашпен барлық ерінді бояп, сосын жарық помадан жағамын. Міне осындай менің бейнем макияжым шықты. Бриджертондарда жүрсе мен осылай жүруші едім. Бәріне қарағандарыңа рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.